Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Абдыманов Мейірхан. Бүгінгі эфирімді осыдан 2 күн бұрын эфирге шыққан болатын. Сонда Трамптың Панама каналы, Гренландия және Канада жайлы саясаты жайлы айтқам. Оның негізгі себептерін ашуға тырыстым, аштым да деп ойлаймын. Көпшілік комментарийде жазып жатыр. Соны жалғастыруды өтінген болатын. Тағы да осы нелерді жалғастырсам ба деп отырмын. Трамптың алдыға қойған мақсаты және ол жалғыз ол өзінің жеке мақсаты емес, ол Америка Құрама Штаттарының ішкі буржуазиясының саясаты. Ол демократтар мен республикалық партияның арасындағы мүдде қақтығысы десе де болады. Трансұлттық корпорацияларға қарсы. Соны біраз жерін ашып өтсем деп отырмын. Қандай болады, не өзгеріс болады, Қазақстанға қандай әсері болады, осыны да аша кетсем ба деп отырмын. Осы 16 күнгі эфирімді осы неден салған кезде комментарийға сілтемесінде сала кетем. Көрмегендер болса көре жатар. Бұл оның жалғасы ретінде болсын. Мына нені Панама каналы жойылды айлы біршама аштым, сол жетерлік деп ойлаймын. Енді Гренландияға келсек, Гренландияда тағы айтылмай қалған. Гренландия ол дүние жүзіндегі ең үлкен арал. Ол көлемі сондай үлкен болғанда, ол Қазақстанның 75-80%-дай көлемін алады. Францияның 4-еу сыйып кетеді. Германияның 6-ау сыйып кетеді. Испанияның 5 Испания сыйып кететіндей. Ал мына Данияның протектораты болғанмен, Данияның 50 Дания сыйып кететін, сондай үлкен территория. Бірақ оның 80-85% мұздықта жатыр. Мәңгі мұздықтар, бірақ ол қазір айтып өткем, мұздықтар шегініп жатыр. Содан кейін о жерге де қызығушылық көп. Соның ішінде бірінші қызығушылық танытып жатқан соңғы жылдары Қытай болатын. Содан кейін де мына Трамп Гренландияны неге қосып алмасқа деген концепцияны бекер айтып жатқан жоқ. Оны да ашып айтқан сияқтымын. Енді мысалға Канада ол сауда балансына келсек, ол теріс сауда балансы 60 миллиард доллар деп. Ал енді Америка Құрама Штаттарының дүние жүзімен сауда байланысы ол өте теріс сальдо дейді ғой. Сонда бір 2 миллиардтан астам мемлекет артық жұмсайды, өзіне түскен пайдасынан көрі артық жұмсалады. Осы жолы ол сол теріс балансты жылына қазір 2,5-3 триллион доллар қарызы көбейіп жатыр. Қазір осы үстіміздегі жылы 35 триллион доллар қарызға кіріп кеткен Америка Құрама Штаттары. Ол қарыз әрине ол басқа бір көбінесе елдерге емес, әрине басқа елдерге де қарыз. Негізінде ФРС дейді, федералды ақша шығаратын, ол мемлекетке қарасты емес, банкерлерге қарасты, Американың доллары соларға қарасты болады. Оны Америка Құрама Штаттарына қаратып алмақ болған кезіндегі 60 жылдардағы Кеннеди
ол әрине қастандық жасап өлтірілді. Ал енді мына Трамп ол ФРС-ті өзіне қаратып алу емес, тек сауда балансын түзету жөнінде қозғап отыр. Ол біріншіден Канада 60 миллиард долларға жылда қарыз болса, одан кейін басқа көптеген Европа елдеріне де сондай теріс баланс өзіне Америка емес, сол елдерге пайдасына шешіліп жатыр. Бірақ ең үлкен теріс сауда балансы ол Қытаймен болып отыр. Мысалға мына Пекиннің өзінің осы 13 қаңтарда берілген мәліметі бойынша былай деп жазылады: Қытай мен ақш арасындағы тауар айналымы 2024 жылы соңында 688,28 миллиард доллар құрады дейді. 688 миллиард доллар сауда айналымы. ақш Қытайдың ең ірі сауда серіктесі болып қала береді дейді. Өткен жылы Қытайдан ақшқа экспорт 4,9%-ға өсіп дейді. 524,66 миллиард доллар құрады делінген. Сонда сауда айналымы 688 миллиард болса, 680, соның 524 миллиарды Қытайдың экспорты болған. Сонда Америка құрама штаттарының сауда балансы жылына 361-367 миллиард доллар теріс сауда балансы болып табылады. Жылда Қытайға 361-367 миллиард доллар қарыз болады екен. Немесе қарыз ретінде не шығарады ғой, қалай айтушы еді, сондай қарыз ретінде. Сондай, мысалға, теріс сауда баланс. Соны түзетуді мойынға алып отыр. Ол біріншіден, мысалға, Илон Маскты ол неге тағайындап отыр? Сол бүкіл Америка құрама штаттарының чиновниктерін қысқарту, соны тиімділігін арттыру, артық ақша жұмсалмау, мысалға 2 триллион доллар бюджеттің шығынын азайту, 2 миллиард доллар. Сонда ол неге қарыз болмайды екен, жылдағы өсіп жатқан қарыз. Және де мына Қытаймен жаңағы 361-367 миллиард доллар арасында оның да сауда балансын азайту, теңелту, немесе дәл теңелмесе де оны әлде қайда азайту. Канадаға да сол айтып жатқан, Канада жылдағы өзінің 75%-дан астамын Америкаға өткізеді екен. Басқа 25%-ы ғана сыртқы саудаға кетеді, ал 75%-ы Америкаға өткізеді екен, құрама штаттарына. Содан кейін де оны айтып отыр: не біздің 51-ші штат бол, немесе кеден салығын төлейсіңдер деп. Бұл қарыз қалай пайда болды десек, бұл қарыз осы соңғы 30 жылда либералдық трансұлттық корпорациялар ВТО дейді, дүниежүзілік сауда ұйымын құрған болатын. Дүниежүзілік сауда ұйымы кәдімгі кедендік салықты жоққа шығарып, кез келген соған дүниежүзілік сауда ұйымына кірген елдердіңге
емін еркін сауда жасайтын болған. Қанша экспорт кіргізесің, қанша импорт аласың, ешқандай кедергі жоқ. Содан да мысалға Канада соны пайдаланып, осындай сауда балансын өз пайдасына шешіп. Қытайда соңғы бір 25 жылдай болды ма, дүниежүзілік сауда ұйымына кіріп, ВТО дейді былайша, өзінің пайдасына 360 миллиардтан астам Қытайдың пайдасына сондай тек қана жалғыз Америкадан, Құрама Штаттарынан. Ал дүниежүзілік саудаға келсек, Қытай 1 триллион доллардан астам, кешірім өтінем, үзіліс болып қалды. Жаңа қайсыған келбедік. Мына Қытайдың сыртқы саудадан Қытайға жылына 1 триллион доллардан астам пайда түседі екен. Қытайдың өнеркәсіп өнімдері, өнеркәсіптен басқа қазір ауыл шаруашылығын да дамытып жатыр, мал шаруашылығынан да барлық жағынан. Одан кейін фармацевтика, көптеген салалардан қазір алдыңғы қатарлы ел болып, Европадан да барлық елдерден бұл сауда балансы мысалға өте жоғары. Жаңағы триллион доллардың астамының 35%-дан астамы Америкадан түседі екен. Мына осыны Трамп көтеріп отыр. Бұл әділетсіз сауда деп. Енді бұл кезінде алғаш мына 20 ғасырдың аяғы, 21 ғасырдың басында ол Америкаға да, Европаға да тиімді болған. Бірақ осы соңғы 20 жыл шамасында Қытай өте қарқынды дамып, қазір Қытайдың бұл дүниежүзілік сауда ұйымынан ең ұтып отырған Қытай болып отыр. Бұл енді тек қана мемлекеттік деп айтады, бірақ ол барлығы нарықты да жақсы игерген. Мемлекеттік болғаннан кейін ол барлық Қытай компанияларына да мемлекеттік болсын, жекеменшік болсын, бәріне қолдау көрсетіп, осындай үлкен жетістіктерге жетіп те отыр. Арзан жұмыс қолы, оған жүздеген миллиард доллар құйылды, әуелі триллион құйылған шығар, мысалға соңғы 20-25 жылда өте көп ақша құйылды. Енді Трамп осыны түземек, оның мақсаты негізгі сауда айналымын. Және Қытайда Америкадан үйренгендері өте көп, мысалға ғылым, білім, соның барлығын жақсы игерген. Қазір оған өте көп ақша бөлінеді. Оқу, білім, ғылымға да Қытай көп бөледі. Америкадан да әлдеқайда көп, бір 7-8 еседей артық ақша бөлінеді. Ғылыми, одан кейін оқыту, жастарды, жұмысшылардың квалификациясын көтеруге. Бұл Қытай сондай өте Америка үшін ең қауіпті да экономикалық жағынан басып озама деген сондай қауіп бар. Соған бұлайша Қытайға тосқауыл қоюдың амалдары. Олның Қытай экспансиясын қалай, ол барлық айтылды да, Африкаға да, Латын Америкасына, барлық жаққа экспансиясы жүріп жатыр. Осы жағдай, мысалға. Енді тағы бір саясатқа келелік, мысалға Ресейдің Украинаға басқыншылық соғысы, одан кейін НАТО-дағы кейбір түсініспеушілік
жағдайлар да болып жатыр ғой. Мысалға, Трамптың алғашқы 2020 жылғы билігінде егер Европаны біз неге қорғай беруіміз керек? Европа елдері, НАТО мүшелері неге ақшаны Америка сияқты ақша өздерінің қорғанысына неге көбейтпейді? Ең болмаса 2%-ға ұлттық өнімнің 2%-ын неге жұмсамайды деген. Ал енді ол кезде өре түрегеліп еді, ал мына 22 жылғы Ресейдің басқыншылық соғысынан кейін Трамп айтпай-ақ өздері қазір Европа, НАТО елдері өздерінің әскери шығындарын ұлттық өнімнің 2%-на уже жеткізді десе де болады. Ал енді Трамп айтып жатыр, енді ары берден кейін 2 емес, 2-ден де асыру керек. 4-5%-ға дейін ұлттық өнімнің шығынның әскери шығынға жұмсаңдар деп жатыр. Сендерді Америка қорғау міндет емес дегендей. Мына Украинаға сендер көмек беріңдер деп жатқаның негізгі себебі де сол. Ол біреулер дұрыс түсінбейді. Мына кімді Путинге бүйрегі бұрады, соны сыйлайды дегендей неше түрлі сөздер, неше түрлі саққа жүгіртеді. Оның бәрі дұрыс емес. Оның негізгі дұшпаны ол Қытай болып отыр. Ол 2 майданға бірдей төтеп бере алмайтынын біліп отыр. Қытай оңай жау емес. Мына Ресейге қарсы, Ресейді басуға, оның әскери жағынан да, экономикалық жағынан тұғыртуды Европа мойнына алсын деп отыр. Оның негізгі мақсаты Европада соған ақшаны бөліп, Украинаға көмекті көбейтіп, Ресейді күйретуге Европа мойнына алсын деп отыр. Европа мойнына алса, ал Қытай мен Америка өзіміздің шамамыз жетеді деген бұл саясат. Соны да көпшілік түсінбейді. Шындап келсе, мына 2 майданға бірдей төтеп бере алмайды Америка. Ресейге де, Қытайға да. Осынды да түсініп қою керек. Қазір Европа онсыз да әскери шығындарын көбейтіп жатыр. Өзі соған барады да. Және де ең бастысы ол жалғыз не емес, оның саясаты. Американың ішінде де, Европада да ол трансұлттық корпорациялар ғана емес, либерализм, мысалға, әбден дендеп кеткен Европада да, Америкадағы либерализмге де қарсы. Ол негізгі ұлттық мүддені бірінші орынға қойып отыр. Ол Германияда да, Ұлыбританияда да, Францияда да, Швеция, барлық елдерде ұлттық мүдде бірінші орынға тұру керек деген мақсатты қойып отыр. Бұл бізге де пайдалы нәрсе. Ұлттық мүдде, Қазақстанның өзіміздің ұлттық мүдде болу керек. Мысалға, бізде де мына Ресеймен сауда балансы, Ресейдің пайдасына, мысалға, Евразиялық одақтан біз ешқандай пайда көріп отыр. Тек қана теріс баланс. Ресейге қарыз боламыз, Белоруссияға қарыз боламыз. Ылғи тамақ, өнеркәсіп кейбір заттары көбінесе Ресейдікі, одан кейін Белоруссиянікі. Мысалға, біздің онсыз да ауыл шаруашылығын бәрін өлтіріп бітетін болды. Оны
кім көп қақсап еді, мысалға Алмасбек Садырбаев, оны түрмеге қамап тастады. Біздің фермерлерді құртып жатыр деп, Ресей мен Белоруссияның ауыл шаруашылық, мал шаруашылық өнімдері деп. Ол тек қана ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығынан бөлек өнеркәсіп, қай саланы алсаң да, ол бізге Евразиялық одақ тиімді емес, біз ұлттық мүддені көздеу керек. Сауда балансын түзету керек. Мейлінше сыртқы қарызды азайту керек. Әйтпесе біз қай елмен сауда жасасақ та теріс баланс, тек қана мұнайдан түскен ақшаны жұмсалады, оның бәрі жетпейді. Одан кейін салықтан жиналған ақша жетпейді, шығындары көп, артығымен жұмсалады. Одан кейін ұлттық қордан қазір 5-6 триллион теңге сұрап жатыр қазір соңғы жылдары. Ол Трамптың, одан кейін кімнің үлгісін алу керек, ары берден кейін Илон Масктың. Илон Маск сол мемлекеттік шығындарды азайтуды қолға алайын деп отыр, мысалға. Бізді де мемлекеттік чиновниктердің бәрін қысқарту керек. Ол міндетті түрде ол қазіргі билік жүйе тұрғанда ол әрине бізде болмайды, болуы мүмкін емес. Одан кейін біздің Қазақстан байлығының бәрі шетелге кетіп жатыр. Ол кезінде Қазақстанның мүддесіне емес, трансұлттық корпорациялар, шетелдік компаниялар, Ресей компаниялары, одан кейін Қытай компаниялар солардың пайдасына кетіп жатыр. Ал кімдердің өзіміздің жақшаның ішіндегі бизнесмендеріміз, оның барлық Қазақстаннан түскен пайданың бәрі батыс банкілері мен Дубайға немесе Сингапурға, Америка, Европа, қай жағына да сол сыртқа кетіп жатыр. Осының бәрі Қазақстанның мүддесіне жұмыс жасау керек. Трамптан үлгі алу керек. Ары берден кейін ол Трамптың билікке келуі, ол біздің де пайдамыз ары берден кейін. Трамппен қорқытады. Трамп ол нағыз ұлттық патриот десе де болады, біздің түсінік бойынша. Бірақ ол әрине ұлттық буржуазияның мүддесін қорғап жүр. Ұлттық буржуазия ол тағы Америка халқының да мүддесі ары берден кейін. Табыстың бәрі Америкада қалу керек. Америкада өндірілген заттың дегендей. Америка теріс сауда болмау керек дейді. И және де мысалға бұл билікке келмей жатып кіммен сөйлесіп те қойған. Қытайдың басшысы Си Цзиньпинмен осы бұл билікке келгеннен кейін екеуінің арасында келіссөздер жүргізіледі. Ол уже алдыңғы нелері не қылып та қойды, жаңағы атап өткен теріс сауда байланысын түзету жөнінде. Егер өз еркімен не қылмаса, онда үлкен көлемде баж салығын көбейтетінін айтқан. Қажет болса 60%-ға дейін баж салығы салынады делінген болатын. Осы жөнінде келіссөздер жүргізіледі. Алғашқы осы мүмкін осы қаңтардың 20-сында келсе, 2 күннен кейін, онда ақпан айында екеуінің кездесуі әбден болып қалуы мүмкін. Сонда қаралатын тағы бір мәселе ол наркотик. Енді қай неде болушы еді, мысалға, екі елдің сонда ең ірі елдің басшылары осы наркотик жайлы келіссөздердің ішінде сол сұрақта жүретіні. Бұл да өте көкейкесті, өте сондай мәселе болып тұр.
мысалға мен тағы бір нелерді жазып алдым. Мысалға міне наркотик фентанил деген наркотик бар. Ол қазір өте Америкада кең көлемде таралып жатыр. Ол ана Мексика арқылы көбінесе келеді. Мексика шекарасынан. Одан кейін ана мигранттарға тоқтау салу керек, заңсыз мигранттар. Ол мигранттарға бір жолата тыйым салмайды, ол заңсыз мигранттар. Соның ішінде қылмыскерлер. Одан кейін осы саудасына тосқауыл қоюды ойлап отыр. Мысалға ақш билігі 22 жылы дейді, фентанилдің 379 миллион дозасын, өлімге әкелетін дозасын тәркілеген екен. 379 миллион доза. Бұл Америка Құрама Штаттарының халқының санынан да асып кетеді. Тәркіленбегендері қанша, мысалға, қолға түспегендері. ақш ғалымдары есірткінің артық дозалауынан болатын өлім арту синтетикалық фентанилмен байланыстырады дейді. Ол героиннан 50 есе күшті. Фентанил героиннан 50 есе күшті екен. ақш-тың есірткіге қарсы күрес басқармасы мәліметтері бойынша ақш-қа заңсыз келетін фентанилдің көпшілігі Мексикадан келеді. Ал оны өндірушілер, мысалға, Латын Америкасында өндіреді ғой, ол жалғыз Мексика арқылы келеді, ол ана Колумбияда да, басқа да Латын Америкасының елдерінде өндіріледі ғой. Ана Колумбияныкі болсын, басқалары болсын, ол тағы да ана алдында өткен лекцияда айтып өттім, ана Панама арқылы өтеді ғой. Панаманың экономикасын басым бөлігін қазір Қытай өзінің ықпалында ұстап отыр. Қытай банктері, Қытай мердігерлері ол жолдарды да салып жатқан, солар темір жолды да, ана тас жолдарды да, басқа да барлық қай саланы болса да Панама каналында уже өзінің несіне бағындырып алды десе де болады. И сол арқылы есірткілер де өтеді. Ал мына фентанилдің көпшілігі Мексика арқылы келеді, ал оны өндірушілер оның химиялық компоненттерін Қытайдан алады екен. Фентанилді шығарған оның бүкіл компоненттері Қытай арқылы келеді. Қытайда химияда өнеркәсібі қатты дамыған, наркотиктерді сол оның негізгі компоненттерін дайын күйінде емес, басында дайын күйінде де әкелген шығар, кейін сондай қулыққа көшті, компоненттерін Латын Америкасына әкеледі, солар соңғы өнімді өздері шығаратты, Америкаға өткізеді. Ол дүние жүзіне де тарап жатыр, бізге де келіп жатқан шығар, мысалға. Міне осындай жағдайлар, мысалға, келіссөздердің осы негізгі бөлігі. Енді нені қозғасам ба, мысалға, жалғастырып ұзақ болып кете ма, мына таяу шығыс, Сирия, Түркия, соның ішінде Ердоған, Алиев, мысалға, одан кейін Трамп қандай болады, саясат қандай болады, Израиль, Иран барлығының жағдайына да тоқтауға болады. Ұзақ болса да сөйлей берейін. Тағы ол келесі мүмкіндік қашан болады, Құдай біледі. Мына Трамп, мысалға, мына Сириядағы қалай Башар Асадтың өкіметі осы желтоқсан айында бір 11 күннің ішінде осы қазанның бір 25-і мен или 27-і ма сондайда басталған
10 ма 11-інде ма мына желтоқсанда сол 11 күннің ішінде Башар Асад өкіметі 9 күні ол елді тастап қашып кетті. Міне соны негізгі ол түрік өкіметі, түрік былайша барлау қызметі дайындаған деп жатыр. Енді негізінде сол түріктің ықпалында болды. Түрік барлау қызметі, түрік әскерилері осыны мықты дайындаған болып шығып отыр. Бұл Ердоғанды мысалға кім дұрыс оң көзқараста, мысалға Трамп оны мына таяу шығыста нағыз көсем десе көсем деген неге келтіреді. Ердоғанды қатты бағалайды. Мысалға Ердоған мысалға 2020 жылы мына Алиевпен бірге Алиевті Әзірбайжанды қолдап мысалға 3-ші Қарабақ соғысын ашқан болатын. Сонда 44 күнде мына бүкіл Қарабақты Әзірбайжан азат етті. Және де Қарабақтан басқа 7 ауданын оккупациялап алған болатын. 1991-94 жылға Армян-Әзірбайжан соғысында. Соның есесін 44 күнде қайтарып алған. Оларды да дайындаған түрік арнаулы қызметі, түрік әскерилері қолдауы негізгі басшысы сол Ердоған. Міне оның сондай ерліктерін де атап өтуге болады. Ердоған ол тегін адам емес, ол осы 21-ші ғасырдың ең бір беделді, сондай ықпалды тұлғаларының бірі. Мысалға тағы кімге айып тағып жатады? Трамп. Кімге де дұрыс көзқараспен қарайды деп, мысалға арасында мақтап қояды дейді Путинді. Енді Путиннің де несі лидерлік қасиеті бар, оны да мысалға мойындау керек. Ол мысалға осы 2010 жылы мысалға Ердоғанға ол не жасаған, былайша жүріп немен теңесек дөңгелеп бара жатқан түрік нелерін, мысалға ол Сириямен Башар Асадпен келісім жасаған болатын Ердоған. Сирия арқылы мысалға Кувейттің газын, Катардың, то есть, кешірім өтінем, Катардың газын, Катар дүниежіндегі ең ірі газ кеніштері бар ғой. Катардың газын Катар, Сауд Арабиясы, Иордания, Түркия, Европаға тарту жөнінде. Бұл бәсекелестік кіммен содан бері келе жатыр. Ол ішінде сақтап қалды. Ердоған келісімге қол қойған болатын. Ал бірақ Путин, Башар Асадты, жалғыз Путин кім екеуі, Иран екеуі қысымға алып, содан бас тартқызған болатын. Сирия арқылы газ құбыры өтпейді деген. Одан кейін ол жерде азамат соғысы басталып кетті. Сонымен ол жоба ұмыт болып қалды, мүлде болмайтындай болып. Содан кейін алдындағы кеңестер заманда жүргізілген газ құбырлары болатын. Ресейден бұрынғы кеңестер одағынан Батыс Европаға оны тағы да ұлғайтып, солтүстік ағын Северный поток, одан кейін Южный поток деп, оңтүстік ағын Қара теңіз арқылы
басында Болгария арқылы жүргізбек болған, кейін Болгария бас тартқаннан кейін Түркия арқылы жүргізген. Сонда Ердоған қанша оның ішінде наразылығы, өкпесі, ызасы бар болса да, оны сыртқа шығармаған, өзі арқылы өткізген. Қазір Түркия арқылы, мысалға Украина арқылы осы 25 жылы жабылды ғой газ құбыры. Енді бірақ не қалды? Солтүстік ағын жарды ғой ол Балтық теңізі арқылы. Ал енді тек қана осы түріктің бір ғана несі қалды, бағыты. Ал енді мына Сириядағы Башар Асадты құлатуының негізгі себебі бұл қайтадан сол бұрынғы жобаны, Катардың газын Европаға тарту, Сирия арқылы. Сауд Аравиясы, Иордания, Сирия, Түркия. Бұл егер бұл жоба жүзеге асатын болса, Ресейдің газы бір тиынға ешкімге керегі болмай қалады. Ол Ердоғанның негізгі мүддесі, ол бүкіл газды өзінің несінде ұстау. Ол бір жағы Әзербайжанның да газы келіп жатыр, Грузия арқылы. Бірақ Әзербайжандағы газы ол көлемі аз болғандықтан ол бәрінің қанағаттандыра алмайды. Аздаған кімдікі бар, мысалы, оны толыққанды қажет қылып отырған жоқ. Иран газын, ол Түркмен газына келіссөздер жүргізілген болатын, Түркмен газын. Бірақ ол Каспий арқылы, Каспий теңізі арқылы Әзербайжан Бакуге, Бакуден жаңағы Түркия және Европаға тарту жөнінде. Бірақ оған Ресей өкіметі қарсылық білдіріп, Каспий Иран оны да болдырмай тастаған болатын. Содан кейін Ресей газы бүкіл Европаға осы басқыншылық соғыс 22 жылға дейін бүкіл монополиялы түрде Ресей газы, соның қызығын Ресей көріп жатты. Соған қазір тосқауыл қойылды. Ал егер кімнің жобасы жүзеге асса, Ердоғанның, онда бір жолата оған қосымша Сауд Аравиясының, Біріккен Араб Әмірлігін мұнай құбыры жүргізілсе, Ресейдің мұнайының да, газының да қажеті болмай қалады Европаға. Ол танкерлермен тасу бір бөлек, мынандай құбыр арқылы бір бөлек. Құбыр арқылы арзанға түседі, ол тек нелер арқылы, компрессорлық станциялар арқылы айдалады, болды. Ол транспорт шығыны қажет етпейді. Міне осындай жағдайлар, ең бастысы, мына Катардың газ өндіруі Ресейдің газ өндіруінен 3 есе арзан болады. 3 есе арзан. Және де құбырлары 2 есе қысқа болады. Сібірдің Ямал Таймырдан тартатын газ құбыры сондай солтүстік мұзды мұхитына жақын жерлерден. Мынау жылы жерден және де өте терең де емес, 3 есе арзан. Одан кейін құбырлары да қысқа болады. Ар жағы дайын тұрған құбырлар Европада. Сонда бұл Европаға да тиімді. Егер Катардың газы келетін болса, Европаға да тиімді. Бірақ енді бар мәселе Америкаға тіреліп отыр. Америкада трансұлттық корпорациялар оған мүдделі емес. Мысалға, олар не саудасына, оларға қалыптасқан сауда жолдары танкерлер арқылы. Және де бәрін неде ұстастағысы келеді. Араб елдері қатты байып кетпесін, олар ықпалы күшейіп кетеді. Ол да саяси жағын ойлап отыр, мысалға.
Сириядағы қазір тағы бір мәселе, ол күрттер мәселесі. Қазір Сирияның солтүстік шығысында күрттер қазіргі жаңа өкіметке бағынбай отыр. Мысалға, мына жаңа өкімет күрттерге мынандай ғана талап қойған: қаруларыңды тапсырасыңдар, мына жаңа Сирия өкіметіне қызмет істеңдер. Басқа ешқандай не жоқ. Ал араларыңда террористер болса, игилдің нелері болса, Даиш, олар кетсін дейді. Кетпейтін болса, олардың көзін жоямыз деп отыр, мысалға. Түрік өкіметі де сондай талап қойып отыр. Егер мына арасында террористік Даиш немесе игил деп атай алады, оларды онсыз да кімдер құтылған қазіргі өкімет, соның ішіндегі Мұхаммед Джулани немесе қазір Ахмед Шара дейді ғой. Олар нелерден құтылған, бастарын бір жот ажыратып алған Даиштен. Міне осындай жағдай, мысалға. Ал енді кімге келсек, Трамп, ол кіммен тіл табысу әбден мүмкін. Бұл енді трансұлттық корпорациялардың мүддесін қорғамайды. Ары берден кейін оған бәсекелес, мысалға, ол Американың пайдасына келмейді. Ресейді тұқыртудың тағы бір амалдары, ол үлкен соққы болады. Ресей есін жия алмайтындай болады. Не мұнайын өткізе алмаса, не газын өткізе алмаса, бұл үлкен соққы. Оны түсінетін міндетті түрде кім? Сол Трамп Ердоғанмен келісім жасалады деп ойлаймын, соған үміттенем ары берден кейін. Ол Европаға да, кімге де пайдалы. Мысалға, Ресейді тұқыртудың жолының бірі сол. Қытаймен бұл емін еркін басы бос болады сонда. Екі майданға бірдей не қылу, күш салудың қажеті болмайды. Ол тек қана мына күрттер, ол кімдердің ықпалында? Американың. Оларға қолтығына дем беріп отырған, ол тек Американың арнайы нелері, спецслужба дейді ғой, сондай нелер. Оларға арттарыңды қысыңдар, қаруларың тапсырыңдар, мына жаңа өкіметке бағыныңдар десе, онда болды. Сирияда бейбітшілік орналады, о жерде миллиардтаған инвестиция құйылады. Катардың ақшасы, Біріккен Араб Әмірлігінің ақшасы, Сауд Арабиясының ақшасы құйылса, оның бәрі Сирия қысқа мерзімнің ішінде қираған нелері қалпына келеді, газ құбыры тартылады. Бұл кәдімгі тез есін жиып кететін ел болады. Бірақ оған мүдделі емес. Мысалға, Израиль қалай қарайды, сол жағы да бар, мысалға. Оның да бір тіл сабысатын, мысалға, кезінде бірінші билік құрған кезде, президент болғанда, ол Сауд Арабиясы мен Израильдің де басын қосқан Ибраим келісімдері дейді ғой, Абрамовы соглашение. Сондай немен тағы да не қылуы әбден мүмкін. Оны қолға алатын болса, Трамп тағы да сол Ибраим келісімдерін жасауы әбден мүмкін. Осындай жағдай әбден болуы мүмкін. Осындай болса, бұл Ресейге үлкен соққы болады. Ал одан кейін, мысалға, Гренландия жайлы айтқанда, мысалға, мен алдында айтып өттім ғой, Ресейде 37 мұз жарғыш кемелері бар деп. Америкада меніңше 6 ғана ма сондай. Ал енді
Қытайда қазір 4-еу бар, ол салынып жатқан тағы 5-6-ауы бар ғой деймін. Тағы да оны көбейтпек. Ол ана кезінде Гренландияны өз қарамағына былайша бағынышты қылып, мысалға жұмсақ күшпен кіріп алмақ болған ғой. Оған енді Америка Трамп келгеннен кейін оған жол бермейді. Мына мұздықтар шегініп жатыр, содан кейін солтүстік мұзды мұхит, ол төте жол, ең төте жол сауда жолдарына кемемен жүретін. Осы бұл Ресей мен Қытай біріксе, бүкіл ана солтүстік арктикалық сауда жолын қолдарына алып алмақ болған болатын. Сол себепте Арктикаға Қытайды жолатпау айды. Трамп Ресейге соққы береді. Ресейдің Арктикаға ықпалы оған көңіл бөлуге де шамасы жетпей қалады. Ары берден кейін үстіміздегі 5-10 жылда Ресей осы тұтас күйінде бола ма, болмай ма, оның өзі де бір Құдай біледі. Ол енді мына Европа елдерінің де саясатына байланысты. Олар қазіргі мына Трамптың тағы бір несі, мысалға қазіргі либералдық билікті ауыстыру, мысалға ол жерде де айтып кеттім ғой, ұлттық демократиялық билік орнатуын, сондай күштердің билікке келуін оларда мүдделі болып отыр. Мына ақпараттық басым болды ғой, демократтарда бүкіл оны Европаның нелері, мысалға либералдық өкіметтері бәрі Трампқа қарсы болды. Бүкіл ақпарат құралдары бәрі соны құбыжық қылып көрсетіп келді. Ал енді мына Илон Маск Твиттерді басыбайлы сатып алғаннан кейін оның атында өзгертті, ребрендинг жасап. Қалай еді, бір X бар мысалға. Ал енді тағы бір мақсаты TikTok'ты да сатып алмақ ниеті бар. Ал енді ол белгісіз, ол да келісімде болуы мүмкін. Мысалға Трамп пен Сидің кездесуінде ол да көтерілуі мүмкін. Қытай енді өкіметі оны сатуа ма, сатпай ма, оны қазір ешкім білмейді. Бірақ егер TikTok'ты да сатып алса, онда ақпарат майданында Трамп бүкіл нені қазіргі қалыптасқан сананы халықтың, Европаның да Американың санасын көзін ашады. Ары берден халықтың қалыптасқан жағдайдың. Осындай жағдай. Осыны да айтып өтуге өзім білгенімше, соны әлі де айтылатын нәрсе көп. Қазіргі негізгі осы, бүгінге осы жетеді деп ойлаймын. Тағы не болып жатса, әлі де айтылып жатар. Қош сау болыңыздар. Эфирде кездескенше осыны таратыңыздар, комментарий жазыңыздар. Одан кейін мен барлық нені игеремей жатырмын. Одан кейін қаржылық тапшылық та бар. Егер мүмкін болса мына нені салып жіберем, мысалға қолдау көрсетсеңіздер, ол тегі нұр үстіне нұр болар еді. Біраз нелерді мына жақсартып алуға, жиі неге шығуға, эфирге шығуға, мүмкін бір кішігірім офис ашсам ба дегенде ниет бар. Бірақ оған ақша тапшылығы, ақша жетіспеушілігі қолды байлайды енді. Осы енді комментарийға біраз нелерді салып жіберем, есеп шотты салып жіберем. Осы енді таратыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сонда көбірек тарайды.